Бүгінгі күнге Алматы ауданы бойынша жалпы карантиндік шектеу шараларын бұзу бойынша 605 факті тіркелген болса, оның 298-і айыппұлмен шектеліп отыр. Мобильді топтардың құрамында аудан әкімдігінің мамандары, полиция маманы және санитарлық қадағалау мамандары бірге жұмыс жасайды. Рейдтік жұмыстар барысында көбіне түнгі уақыттарда талап бұзушылықтар көбірек кездеседі. Өйткені шектеу уақытына қарамайды. Қоғамдық тамақтандыру орындары, сауда жүйесі, басқа да кәсіптік жүйелер шектеу уақытын бұзады. Шектеу уақытымен қоса мұнда әлеуметтік қашықтықты сақтау да бұзылады. Өйткені ұжымдық іс-шаралар өткізіледі. Туған күн, той, ешқандай ескертуге, ешқандай мынандай жүргізілген ағарту жұмыстарын елемей, ескермей, департаменттің жарияланған сайтындағы материалдарға қарамастан осындай бұзушылықтар бүгінгі күнге анықталып отыр.